Assalamu alaikum, hürmetli Noğay eli. Men Qaraqbaqstan Respublikası Madaniyat Ministri, Qaraqbaqstan қызмет көрсеткен madaniyat қызметкері Turdiyev Qalbay bo'laman. Bizga meni жақында Danilia ham janna kelib, Qaraqbaq xalqын, Qaraqbaq elin quvantib, shu жерде Qaraqbaqstandan Өгіз қаласында uchrashuvlar o'tkazib, amfiteатрда үлкен фестивалға қатынасып, өздерінің қызықты нөмірлерін жүре қатты қуантып кетті. Hem so festivalda biz Noğay yerindeki bütün jас үлкен ағаларымыздың, апаларымыздың so Qaraqbaq еліне жолдаған сәлемнамасын көргіште қатты толқынландық, естіп. So Noğay елі аман болсын. Ертерек жылдарда, бұдан бір 35 жыл алдын Noğay елінің бір қатар көркемөнер қайраткерлері, мәдениет қызметкерлері Qaraqbaqстанда болған. Qaraqbaqстан елінен бір қатар делегация мәдениет қызметкерлері, жазушыларымыз, шайырларымыз, ұстаз, композитор, режиссер, актерларымыз Noğay елінде болған, екі елдің арасында достықты бекемлеген. Бірақ соңғы уақытлар осы ара үзіліп, біраз тоқтап қалған еді. Кеше Данилия мен Жаннаның келгені бір қатты бір толқынландырып жіберді. Ендігі жағында осы екі елдің арасында қатынасып болсын, жақсы күндер көп болсын, барды келдіміз, давамды болсын. Міне біздің елімізде әзір міне президентіміздің қарарыменен 2008 жылдан бастап Өзбекстан мемлекеттік театр институтының Қарақбақстанда бөлім бар. Бүгінгі күнде 11 жүйесі бойынша балаларымыз оқып жатырды. Сондай-ақ өткен жылы консерваторияның филиалы ашылды Қарақбақстанда. Әзір 50-ден артық балаларымыз оқып жатырды. Сонда-ақ Бердағ атында Қарақбақ мемлекеттік университет бар. Әжіназ атында педагогикалық институт бар. Дене тәрбие институттары бар. Біздің Noğay еліндегі жастарымыз келіп, Қарақбақ тілін үйреніп, осы оқу орындарында келіп оқыса, бұл жүзікке бір қас қондырғандай болады. Сондай-ақ біздің аманлық болса, біз енді осы жылы қиындау болуы мүмкін, бірақ келешекке қарап біз ірі жерлестеріміз Noğay еліне бар, мәдениет күндеріне бар бір өткеріп қайтты. Мен айтпақшымын, Noğay елі сау саламат болсын, еліміз тыныш болсын, барды келдіміз давамды болсын, әрдайым көрсек, бір жақсы ниетте, амалықта көріскенбіз деп сәлем жолдап қаламын. Сау саламат болыңыздар. Добрый день, уважаемые друзья, коллеги. Сегодня тема раз пошла о дружбе между народами. Я являюсь главным балетмейстером Государственного академического музыкального театра имени Бердаха. Нашего дружеского народа, нагайцев, наших братьев обрадовал не только меня, моих коллег и в целом наш народ. В конце 70-х наш Каракалпакия провела декаду в Республике Дагестан, в частности, наши артисты, звезды, писатели, вообще вся элита Каракалпакии поехали туда, и нас встретили на уровне, горячо, тепло, наш нагайский народ, дагестанцы. И вот, как сейчас на глазах помню, выступления ихних писателей, поэтов, я помню государственный ансамбль ихний, совместно дали концерт. Вот. Это было так приятно. Я хочу сказать спасибо. Вот, приезд ихних артистов, звезд. Вот. Жанна Мусаева вчера совместно в амфитеатре дали концерт. Даниал, огромное вам спасибо. Спасибо Азизу, это генеральный директор, продюсер этой программы. Далее наш народ остался доволен. И когда вот это послание в виде видеоматериалов очень обрадовал наш народ. Я хочу сказать спасибо, пусть этот наш мост дружбы достроится. Мы, надеюсь, мы тоже ответным ударом поедем в Дагестан. Спасибо вам. До скорой встречи. Ассаламу алейкум, Noğay халқы. Мен Аллаязов Айыпберген Өтепбергенович, Қарақалпақстан Республикасы Мәдениет министрлігі Қарақалпақ Айқұлаш Қарақалпақ Милли фольклор ансамблінің директоры. Қарақалпақстанға мен есеген мәдениет қызметкерімен міне жақында ғана Даниеланың басшылығында Noğay елінен біздің Қарақалпақ еліне Noğay елі көркем шеберлері жанналармен бірге келіп бір үлкен фестиваль өткізді. Сол фестивальда Noğay халқының тілінде айтылған қосқыларды, әмде сол Noğay халқынан
ағаларымыздың жіберген сәлемнамаларын естіп отырып жүдә бір толқынланып кеттік. Hem de biz hakikatinden bir tuğuşkan, жақын, тіліміз бір, дініміз бір, халық екенін бір сезініп отырдық. Айқұлаш Қарақалпақ мемлекеттік милли фольклор ансамблі 1984 жылы Дағыстанға, со декадаға барғанда Тереклі районына, Ноғайларға барып, сөйеді үлкен концерт бағдарламаларын көрсетті. Міне Құда қаласа ниет етіп отырмыз, осы байланысты және де бекемлеу, қарым қатынасты тіклеу, сол декадалар бір-бірімізге мәдениет күндері өткізу режимімізде бар. Сіздерге Қарақалпақстаннан жалынды сәлем жолдаймын. Осы біздің арамыздағы байланыстыру үшін міне келген Даниэла менен Жаннаға үлкен сәлемдер жолдаймын. Дағыстан Республикасы көп милләтлі ауызбіршілікті жасайтын үлкен республика. Дағыстанда жасаушы ноғай халқы тілі, әдебиеті, намалары біздерге сай, ұқсас әсіресе атқарған дастанлары, біздің дастанларымызды атқаратуын, сондай-ақ ерге дастан бірге атқарып жүргендерін әмеміз білеміз. Дағыстан Республикасында жасайтын ноғайлар менен бір жылдары өткен 80 жылдарда үлкен мәдениет күндері өткелі олардың арасында. Сонда үлкен декадаларға біздің республикамыздан қатынасқандар. Сондай-ақ республикадан қатынасқан Қарақалпақ милли фольклор ансамблі, Айқұлаш ансамблі қатынасады. Сонымен бірге республикамыздың үлкен бір әдебиет, көркемөнер саласында үлкен қосқышыларымыз Дағыстан Республикасының атақларын алған. Сонымен бірге біздің театрымызда да Құлыншақованың спектаклі қойылған. Спектакльді көруге автордың өзі келіп, әсіресе өз тілдерінде сөйлеп жүргендерін көріп, қуанышты пікірлерін білдірген. Мен ойлаймын, жақын күндерде де мәдениет күндері қайта тікленеді. Сонымен бірге үлкен мәдени қатынасқылар Өзбекстан Республикасы, Қарақалпақстан Республикасы, сонымен бірге Дағыстан Республика араларында үлкен қатынасқылар болады. Ассаламу алейкум. Мен Өзбекстан мемлекеттік филармониясы Қарақалпақстан Республикасы бөлімі директоры, Қарақалпақстан Республикасына қызмет көрсеткен артист Жырау Бақтияр Есемұратов. Міне жақында ғана Ноғай елінен қадырдан ағайындарымыз, кәсіптестеріміз достық фестивалына келіп, міне өздерінің жақсы концерт бағдарламалары менен біздің амфитеатрымызда өз концерт бағдарламаларын халқымызға қойып берді. Biz bundan juda quvonchlimіз. Mine Ноғай eli менен bizler Қарақалпақ, Өзбек халқы bir sonday bir madeni dostlukta beklemlep atırpız. Juda bir quvonchli festival bo'ldi. Madeni dostluğumuz ile de beklemlene versin. Biz aldığımızga reje koyup atırpız. Allah nasip edirse kelesi yıllarga Ноғай eline de Қарақалпақ madeniyati менен Қарақалпақ жыраулары, milli folklorları, бақсыларын, milli ayak oyunlarımız менен барып, so Қарақалпақ madeniyatının oyaqları жақыннан tanıştırу, көрсетуді алдымызға реже қылып қойыппыз. Biz ушундай мәдени достукларды бекемлеп атырган hürmetli президентимизге, мәдениет тарабының başçılarına шын жүректен minnettarmız. Şunday мәдени достугumuz көп бола берсин. Biz bunday достук фестивалінің болғанынан juda quvonchlimіз. Қарақалпақ, Өзбек, Ноғай еллерінің şunday мәдени достугунун бекемленуі бұл juda bir жақсы нәрсе. Алдылары міне біздің филармония жамаатымыз болып, Қарақалпақ мәдениет күндері сол Ноғай еллерінде болып өткен, со келешекте де ушундай мәдени достугумузду белгилеп, Қарақалпақ мәдениятын Ноғай еліне барып, milli qo'shiqlarimiz bilen jıraуларымыз, бақсыларымыз, milli аяқ oyunlarımızды inam etemiz. Biz hamisha quvonchlimіз. Ноғай еліне сәлем жолдаймыз.